Сәлем квиз чемпиондары. Сендер жануарлар әлемін қаншалықты жақсы білесіңдер? Бүгінгі квизда жануарлар туралы біліміңді тексер. Барлығы 40 сұрақ. Қанша ұпай жинағанды жазуды ұмытпа. Видеоны бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып және өз пікіріңді қалдыр. Бірінші сұрақ. Орман патшасы деп қай жануарды атайды? Әрине, ол арыстан. Қай жануар жұмыртқа салады? Дельфин немесе үйрек тұмсық? Әрине, үйрек тұмсық. Шөл далада өмір сүруге ең бейім жануар қайсы? Түйе немесе піл? Әрине, ол түйе. Қай жануар басын төмен қаратып ұйықтайды? Коала немесе жарғанат? Әрине, жарғанат. Қай жануардың терісі қара түсті? Ақ аю немесе қоқиқаз? Әрине, ақ аю. Қай жәндік ұяда өмір сүреді? Ара немесе көбелек? Әрине, ол бал арасы. Қай балық қорғану үшін денесін үрлейді? Кірпі балық немесе теңіз аты? Әрине, ол кірпі балық. 8-ші сұрақ. Кит қандай жануарға жатады? Ол балық немесе сүтқоректі? Әрине, ол сүтқоректі. Қай жануар құйрығын қайта өсіре алады? Кесіртке немесе мысық? Әрине, ол кесіртке. Қай жануар баласын қалтасында көтереді? Кенгуру немесе панда? Екі жануарда да қалта болады. Әрине, ол кенгуру. Қай жануар қаны көк түсті болады? Сегізаяқ немесе кит? Әрине, ол сегізаяқ. Қай жануар түсін өзгерте алады? Хамелеон немесе тауыс? Әрине, хамелеон. Құрлықтағы ең жылдам жануар қайсы? Жылқы немесе қабылан? Әрине, бұл қабылан, гепард. Қай жануар үйірмен жүреді? Қасқыр немесе ақ аю? Әрине, ол қасқыр. Қай жәндік бассыз да біраз уақыт тірі жүре алады? Тарақан немесе құмырсқа? Әрине, ол тарақан. Қай жәндіктің 8 аяғы бар? Өрмекші немесе көбелек? Әрине, өрмекші. Өрмекшінің торы неден жасалады? Жібектен немесе жүннен? Әрине, жібектен. Қай жануар күлгендей дыбыс шығарады? Қорқау қасқыр немесе шакал немесе тоты құс? Әрине, қорқау қасқыр. Әлемдегі ең үлкен құс қайсысы? Түйе құс немесе бүркіт? Әрине, ол түйе құс. Қай жануар өскен сайын терісін тастайды? Жылан немесе қолтырауын?
Әрине, ол жылан. Қай жәндік бал жасайды? Ара немесе жұлдыз құрт? Бұл өте оңай сұрақ деп ойлаймын. Әрине, бал арасы. Қай жануардың асқазаны 4 бөлімнен тұрады? Сиыр немесе жылқы? Әрине, ол сиыр. Қай жануар азығын ұртында жинайды? Атжалман немесе хомяк? Әлде коала ма? Әрине, ол атжалман. Таң атқанда шақыратын қайсы? Әтеш немесе тауық? Әрине, әтештер. Қай жануардың 3 жүрегі бар? Сегізаяқ немесе шаян? Әрине, сегізаяқ. Қай құс басын өте алысқа бұралады? Үкі немесе қаз? Әрине, үкі. Қай жәндік түнде жарық шығара алады? Шырақ қоңыз немесе қоңыз? Әрине, шырақ қоңыз. Қай жануарлардың тілінде ұсақ тістері болады? Ұлу немесе көбелек? Әрине, ұлуларда. Жер бетінде ең үлкен жануар қайсы? Піл немесе көк кит? Әрине, ол кит. Қай жануар тұрып ұйықтай алады? Жылқы немесе түлкі? Әрине, ол жылқы. Қай ит күшігі дақсыз болып туады? Далматин немесе хаски? Әрине, ол далматин. Қай құстың аталығы жұмыртқаны жылытып басады? Пингвин немесе тасбақа? Әрине, пингвин. Қай жануар зәр шығару үшін қолмен тұра алады? Үлкен панда немесе талқауан? Әрине, үлкен панда. Қай жануардың жолағы тек жүнінде емес, терісінде де болады? Жолбарыс та немесе зебрада? Әрине, жолбарыс та. Қай жануар бөгет салумен танымал? Құндыздар немесе қоян? Құндыз орысша бобер. Әрине, құндыздар. Қай жануар дыбыс арқылы жол табады? Жарғанат немесе тауықтар? Әрине, жарғанаттар эхолокациямен жүреді. Мойны ең ұзын жануар қайсы? Терік, жираф немесе зебра? Әрине, ол терік. Қай жануар жер астында өмір сүреді? Көртышқан немесе аққу? Әрине, көртышқан. Қай жануарлар қатты сауыты бар және өте баяу қозғалады? Тасбақа немесе қоян? Әрине, тасбақалар. Қай құс адамның сөзін қайталай алады? Тоты құс немесе пингвин? Иә, дұрыс жауап тоты құс.